Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай тез тоқылатын қысқашылық үйренетін боламыз. Тоқуды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені менің каналымда көптеген тегін мастер-класстар бар. Бір керегіңізге жарап қалуы мүмкін. Қысқашылық тоқу үшін мен осындай екі түстегі жіпті алдым. Менде 100% акрил, 100 граммда 300 метр. Және крючогымның номері 3. Шұлық тоқуды біз бас жағынан бастаймыз. Осындай шұлықтың басын тоқу жайында мастер-класс менің каналымда бар. Ол видеода өлшемге сай неше ілмек алу керек, неше қатар тоқу керектігі жайында үйрене аласыздар. Және өз өлшеміңізге сай тоқып алсаңыз болады. Біздің бірінші қатарымыз осылайынан жіпті аламыз. Қысқа жіпті мына ұзын біздің жұмыс жібінің үстінен жүргіземіз. Крючокты қысқа жіптің астынан өткіземіз да, жұмыс жібімізді іліп алып шығарамыз да айналдырамыз. Бізде осындай ілмек пайда болады. Осыған жіпті іліп тартып шығарамыз. Бізде осындай сақина пайда болады. Енді 3 ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір столбик болады. Әр қатардың басында осы столбик, осы 3 ауа ілмегі бізде бір столбик болып саналады. Енді осы жерге тағы да мына 3 ауа ілмегінен бөлек 11 рет накидті столбик тоқитын боламыз. Ол үшін жіпті ілеміз крючокқа. Сақинадан өткізіп, жіпті тартып шығарамыз. Жіпті іліп аламыз. 2 ілмектен өткіземіз. Тағы іліп аламыз да 2 ілмектен өткіземіз. Тағы да жіпті іліп алдым. Сақинадан өткізіп тарттым. 2 ілмекті қостым. Тағы да 2 ілмекті қостым. Осындай әдіспен міне біз екеуін тоқыдық. Мына ауа ілмегімен 3 столбик болды. Енді тағы да 9 столбик тоқимыз. Енді екінші қатарымыз 3 ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2, 3. Осы жерге тағы бір рет накидті столбик тоқимыз. Міне осындай жіпті іліп аламыз. Келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Осындай әдіспен әр столбикке 2 рет накидті столбиктен тоқып шығамыз. Екінші қатарда бізде 24 столбик шығуы керек. Міне екінші қатарымыз осындай болды. Енді үшінші қатарымыз 3 ауа ілмегі. Осындай. Келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Келесіне 1. Келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Осылай үшінші қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Бізде үшінші қатарда 36 столбик болуы керек. Міне біздің үшінші қатарымыз. Енді төртінші қатар 3 ауа ілмегі 1, 2, 3. Жіпті ілеміз. Келесі столбикке 1 рет накидті столбик тоқимыз. Енді келесі столбикке 2 рет накидті столбик тоқимыз. Міне осылайынан 1 столбик, 2 столбик. 1, 1, 2. Осындай ретпен айналдыра тоқып шығамыз. Төртінші қатарда бізде 48 столбик болуы керек. Міне мен төртінші қатарды тоқып болдым. Барлығы менде 48 столбик болды. Мен 37-ші, 38-ші өлшемге тоқып жатқандықтан, маған осы өлшем, осы көлем жеткілікті. Әрі қарай мен негізгі өрнекпен тоқимын. Ол үшін 3 ауа ілмегі 2,
3 ауа ілмегі. Міне келесі жанындағы столбикке бір рет накидті столбик тоқимыз. 1 2 2 ауа ілмегі. Мына жерде бірінші, екінші қалдырып кетеміз. Үшінші столбикке накидті столбик тоқимыз. Жанындағы накидті столбик тоқимыз. Тағы да ауа ілмегі. Осылай 2 столбик, 2 ауа ілмегі қайталанып кете береді. Айналдыра тоқып шығамыз. Егер сіздерде мынау айнала тақ санда шықса, саны, сіздер 3 столбик, 2 ауа ілмегі деп тоқсаңыздар болады. Міне біздің негізгі өрнегіміз осындай болып басталды. Енді ақ түстегі жібімізді аламыз. Ақ жіппен 2 қатар тоқимыз. Осындай. Мына жерге, мына ұяшыққа өтіп кетеміз. 3 ауа ілмегі. 1 2 3. Бұны да мына жасыл жіппен тоқығандай етіп тоқимыз. Осылай. Осындай әдіспен өзімізге керекті биіктікке дейін тоқимыз. Мен 2 қатар ақ, 2 қатар жасыл, 2 қатар ақ, 2 қатар жасылдан тоқып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша бір қатардан тоқсаңыздар болады, немесе бір түспен тоқсаңыздар да болады. Қысқа шұлығымыз жартылай дайын болды. Енді табан бөлігін тоқимыз, өкше жағын. Ол үшін осылай өткізіп аламыз да ақ жіпті шығарамыз. Үш ауа ілмегі. 1 2 3. Столбиктің үстіне столбик тоқтым. Енді мынау біздің ауа ілмегі тоқыған жерге бір рет столбик тоқимыз. Столбиктердің үстіне бір столбиктен ауа ілмегіне бір столбик тоқимыз. Осылайша мына жерде 1 2 3 ұяшықты қалдырамыз. Мына жерге дейін айналдырып тоқимыз. Міне осындай қылып. Міне алдыңғы жағынан 3 ұяшықты қалдырдым. Маған осы көлем жеткілікті. Енді кері қарай тоқимыз. 1 2 3. Әр столбиктің үстінен бір столбиктен тоқып шығамыз. Осылай бізге керекті ұзындықта тоқимыз. Өкшесіне 2-3 сантиметр қалғанша. Одан кейін өкшесінің формасын шығаратын боламыз. Менде 1 2 3 4 5 6 7 8 қатар. Міне бізде осындай болды өкшесінің формасы. Өкшесін тоқу жайында менің каналымда мастер-класс бар, соған барып тоқып алсаңыздар болады. Өкшесі дөңгелектен өзінің формасына түседі. Енді әрі қарай жиектерін столбикпен тоқитын боламыз, жай столбиктермен. Ол үшін мынау біздің столбик бар ғой, бір столбик. Соның жиегіне 2 накидсіз столбиктен тоқитын боламыз. Біріншісі, мынау екіншісі. Міне тағы біздің бір столбик. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Алдыңғы жағын 2 столбик, 2 ауа ілмегіне 2 столбиктен осылай тоқимыз. Міне бізде осындай қысқа шұлық дайын болды.
кез келген өлшемге, кез келген түсте тоқуға болады. Сіздер де тоқып көріңіздер. Мастер-класс ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.